массаларына бүгін уақытыңызды бөліп келгеніңізге сізге көп рахмет айтамыз. Неше жылдардан бері біздің мемлекеттік басшысы болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламасында 2025 жылдан бастап латын әліпбиіне көшуге кірісуіміз керектігін және болашақта барлық саладағы іс-қағаздар, оқулықтар осы қарпімен жазылуы тиіс екендігін айтқан. Сондай-ақ үкіметке қазақ тілін латын әліпбиіне көшірудің нақты кестесін жасауды тапсырып, уақытты тұрмай бұл жұмысты қолға алуды ерекше тапсырған. Бүгінгі күнде өздеріңізбен қалай семинарлар, отырыстар болды, мұғалімдер арасында да аудио диктанттар өтіп жатыр, қалай әртүрлі нұсқалармен де таныстық әліпби бойынша. Қазір қалай ойлайсыз, сіздің ойыңызша қалай ойлайсыз? Біз дайынбыз ба латын қарпіне көшуге? Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Енді бұл сұрақ көптің көкейіндегі сауал деп ойлаймын. Қалай дегенмен де осы ұсыныс айтылғаннан бері республикамызда көптеген түсіндіру, үгіт-насихат жұмыстары, сол сияқты түрлі ережелер дайындалып, кәдімгі қалың көпшілікке ұсынылып отыр. Жалпы алған кезде мен өз басым ойлаймын, әліпбидің жаңа нұсқасы, жетілдірілген нұсқасы қазіргі кезде біздің қазақ тілінің барлық заңдылықтарын ескеретін нұсқа деп ойлаймын. Сол себептен де осы әліпбиге сәйкес ережелер дайындалды, орфографиялық ережелер дайындалды. Сол себептен және жалпы республикадағы қалың көпшіліктің осы латын графикасына деген ықыласын ескере отырып, республика жұртшылығы латын әліпбиіне, латын қарпіне көшуге дайын деген ойдамын. Тек әрине мемлекет тарапынан бұл жұмысқа көптеген қолдау болып жатыр, бірақ дегенмен де сол қолдау әлі де болса маңызды және әлі де болса болуы керек. Әрине кез келген жаңағыдай мектеп, жоғары оқу орындары, тағы басқа мекемелер тарапынан алғашқы кезде осы қарпіне көшу барысында қиындықтар болуы мүмкін, бірақ олардың бәрі уақытша, бұл қиындықтар еңсерілетін қиындықтар деген пікірдемін. Жақсы. Латын әліпбиін қолдану қалған түркі тілдес елдер арасында өз беделіңіздің жоғарылатуына сенесіз бе? Мен бұл беделді жоғарылату дегенмен байланыстырмас едім. Жалпы түркі әлеміне кірудің бір жолы деп қана есептеймін. Ол Қазақстан Республикасының беделі халықаралық деңгейде де жоғары екенін білеміз, түркі әлемінде де енді жоғары екенін білеміз. Мысалы, өткен жолы ғана қырғыз тәжік шекарасындағы қақтығыстың өзінде қырғыз бауырлар осы қазақстандықтардың делдал болуын, олардың арасында жаңағы бірлікке бітімгершілік жұмыстарын атқаруға тиіс, себебі олардың дамуы бізден жоғары деп атап көрсетіп кетті. Яғни бұл тек қана жаңағы біздің қазақ тілінің латын әліпбиіне немесе латын қарпіне көшуіне байланысты емес деп ойлаймын. Ал жалпы алғанда қазақ тілінің осы латын қарпіне көшуі, ауысуы, ол сол түркі әлеміне тікелей, кеңірек, толығырақ интеграция немесе кірігуіне ықпал етеді деген пікірдемін, және бұны тек мен ғана емес, осы латын графикалы әліпбиге көшуді ұсынып отырған, айтып отырған, қолдап жүрген қалың жұртшылықта айтып жүр. Жақсы, енді біздің көкейімізде сөзіміз орыс сыныптарында қазақ тілін береміз. Қалай ойлайсыз? Латын әліпбиі орыс сыныптарында берілетін қазақ тілі жауап алған кезде біздің көптеген іс-қағаздарымыз, журналдарымыз бар. Соны латын қарпін қалай қолданысқа енгізуге болады орыс аудиториясына? Енді бұл
жаңағы біздің мемлекеттегі іс қағаздарын осы латын қарпіне көшуімен тікелей байланысты деп ойлаймын. Жалпы осыдан 2-3 жыл бұрын мен жазған мақаламда және жалпы жаңағы түсіндіру үгіт насихат жұмыстарын жүргізген кезде мен айтқан болатынмын. Және ол жалғыз менің ғана пікірім деп ойламаймын, бұл қалың көпшіліктің пікірі деп ойлаймын. Яғни бір мемлекетте екі тілді графиканың қоса қолданылуы ол дұрыс емес. Сол себептен жаңағы сіздер сағат беріп отырған орыс тілді аудиторияда, орыс тілді мектептердің өзінің оқулықтары да осы латын графикалы қазақ латын графикасымен жазылуы керек. Яғни бұл латын графикалы, латын қарпайы көп адамдарға таңсық емес, жат емес, ал енді қазақ тілінен енді жекелеген өзімізге тән дыбыстарды белгілейтін әріптер әрине орыс тілді аудиторияға ол міндетті емес. Сол себептен ол орыс тіліндегі түрлі оқулықтарды жаңағы латын графикасымен басу меніңше аса қиындық тудырмайды. Ал орыс тілді мектептердегі қазақ тілін оқытуда әрине осы латын қарпі ол міндетті болуы керек. Және менің ойымда қазақ мектебіндегі орыс тілін оқитындар немесе орыс тілі сабақтары әрине кирилл әріптерін қолдана берулеріне болады. Менің ойымша жаңағы айтқан бір лингва мәдени кеңістікте екі бірдей әліпбидің қолданылуы дұрыс болмайды деген пікірдемін өз басым. Жақсы, рахмет. Осы ретінен енді өзіңіздің осы латын қарпіне байланысты мақалаларыңызды қай жерден оқып танысуға болады, қай жерден алып қарауға болады болашақта бізде оқушыларды таныстырып, бізде азын-аулақ жұмыс жасап жатырмыз ғой мектепте. Енді біз көбінесе латын әліпбилі қазақ тілін немесе қазақ тілінің латын әліпбиіне көшуін көбінесе бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жүргізген болатынбыз. Яғни түрлі газет журналдарда, оның ішінде облыстық, жаңағы республикалық газет журналдарда біздердің азды көпті пікірлеріміз басылды. Мысалы, Литер газетінде айқын, сол сияқты өзіміздің орталық Қазақстан газетінде, университеттің жастар әлемі газетінде және ғылыми басылым ретінде біздің Қарағанды мемлекеттік университетінің хабаршысы бар, филология сериясы. Сол филология сериясында жаңа әліпби және тіл мүддесі деген мақала 1919 жылғы, қателеспесем 4-ші нөмірінде жарық көрді. Сол материалды алып қарауға болады. Ал енді бұқаралық ақпарат құралдарындағы мақалалар, енді олар шағын көлемді, көбінесе түсіндіру жұмыстары, жаңағындай насихат жұмыстары болғандықтан, онда ғылыми ақпарат аса көп емес. Және осы орайда біз енді түрлі теледидар, сосын кейін интернет басылымдарда да өзіміздің пікірімізді айтқан болатынбыз. Енді оларды сол жаңағы теледидардың және жаңағы интернет басылымдарының сайттарынан, архивінен қарауға болатын шығар. Енді оны мен нақты қазір айта алмаймын. Жақсы, рахмет. Алла ретінен болашақта сіздермен талай кездесеміз деп ойлаймыз. Тамыз айында да талай семинарлар жоспарлап отырмыз. Уақытыңызды бөліп бізге осынша сұхбат бергеніңізге көп рахмет айтамыз. Әлі болашақта да офлайн режиміне көшкенде тағы да сізді дөңгелек үстелдерде көреміз деп. Сондықтан рахмет сізге. Әріптестер, сіздерге көп рахмет. Енді осы халықтың болашағы игілігі үшін жасап жатқан жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет.